Күн баршаңызға тоқыма сыр арнасына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Айгүл Нұрпейісқызы. Мен бүгін сіздерге кардиган тоқу үлгісін көрсетемін, және де кардиганды осы мойын жағынан бастап тоқылуын көрсетемін. Бұл растоктан бастап тоқылады. Бұл осы тоқитын кардиганымыздың схемасы. Росток осы схема бойынша тоқылады. Бұның бәрін мен сіздерге қазір тоқыма барысында көрсететін боламын. Енді бізге керек құралдар: айналма біз, менде ол 2 жарымдық біз, қайшы, маркер көп керек болады, және жіп. Жіп менде түріктің Alize Lana-Gold классик жібі. Енді кардиганды тоқымас бұрын осы схеманы жақсылап түсініп алуымыз керек. Біз ростокты тура осы схемамен тоқимыз. Мен 94 ілмектен бастадым. Енді ілмектерді бөліп аламыз. Мынау реглан сызығы, осы жерге мен 2 ілмектен қалдырдым. Бұл реглан сызығы 4 болады. Бұл алды, кардиганның алды ашық болғандықтан осылай. Бұл планка болса 2 жеті. Бұл кардиганның жарты алды. Және бұл жерде реглан сызығы болады. Бұл жеңі немесе иығы, одан кейін арқасы, тағы да реглан сызығы, одан кейін арқасы, тағы да реглан сызығы, жеңді бөліп тұрады, жең, бұл жер, тағы да реглан сызығы, және кардиганның екінші алды. Бұл планка. Енді 94 ілмектен 8 ілмекті реглан сызығын алып тастаймыз. Бұл жерде 2 ілмек, 2 ілмек, 2 ілмек және 2 ілмек, барлығы 8 ілмек. 86 ілмек қалады. Және мен бұл регланның четтерін двойной кромочныймен тоқыдым. Бұл жерде 4 ілмектен бар. Бұл жағында 2 ілмек және бұл жағында 2 ілмек. 4 ілмекті алып тастаймыз. 82 ілмек қалды. Мен түймелікке планка дейміз. Осы жерге мен 5 ілмектен қалдырдым. Бұл жерде 5 ілмек, бұл жерде 5 ілмек. 10 ілмек алып тастасақ 72 ілмек қалады. 2 жеңіне мен 12 ілмектен қалдырдым. Бұл жағында 12 ілмек, бұл жағында 12 ілмек. 24 ілмек. 48 ілмек қалады 72-ден 24 алғанда. Енді қалған ілмектерді 2-ге бөліп арқа мен жеңге бөлеміз. Мен 48 ілмек текке бөлгенде 24 ілмектен бөлінеді. Ол мен алдына 1 ілмектен 2 ілмек артық жібердім, дағы арқасына 22 ілмек қалдырдым. 22 ілмек және алды 2 бөлік болғандықтан мен 1 ілмектен арқаның ілмегінен алдым. Сонда менде алдында 13 ілмектен 26 ілмек болды. 13, 26 ілмек. Өстіп бөліп алдық. Енді осы бөліп алған ілмектерімізді тағы да бөлеміз. Мына 13 ілмекті тағы да 3-ке бөліп аламыз. 13 ілмек қалдықсыз бөлінбейді, сондықтан соңғы ілмекті мен 5 ілмек қалдырдым, одан кейін 2-4 ілмектен қалдырдым. Ал 12 ілмекті 4-тен 3 рет бөлдім. Бұл реглан сызығы. Одан кейін арқасы, арқада 22 ілмек бар, мен ортасына 10 ілмек қалдырдым. Ортасы 10 ілмек. Одан кейін бұл жерге 3 ілмек, бұл жерге 3 ілмек, және де 3 ілмек қалдырдым. Барлығы 22 ілмек болды. Одан кейін бұл екінші жеңі, екінші жеңінден 4 ілмек, бұл жерде 4 ілмек, және 4 ілмек, барлығы 12 ілмек. Реглан сызығы 2 ілмек, және алдында тура осылай бөлдім. Бірінші 4 ілмек, одан кейін 4 ілмек, және 5 ілмек деп. Енді біз осыларды укороченный рядпен тоқимыз. Бірінші бұл қызыл сызық, 1 деп жазылып тұр. Бірінші біз басынан бастап тоқимыздағы. Бірінші неге дейін тоқимыз? Арқаның бірінші 3 ілмегін қосып тоқимыз. Содан біз теріс айналып, мына қарамен сызылған сызықтар, ол тоқыманың теріс жағынан тоққан деген сөз. Теріс айналамыздағы
Мен жақын көрсететін болсам, осы жерден 3 ілмекті қосып аламыз да, тоқыманы теріс жағына қаратып, 3 ілмек, одан кейін реглан сызығын тоқып, бірінші жеңнің 4 ілмегін тоқимыз. Екінші деп жазылып тұр. 4 ілмегін тоқимыз да, одан кейін қайтадан тоқыманы оңға қаратып, тура осы жерден 3 деп белгіленіп тұр. Мына арқаның келесі 3 ілмегін қосып аламыз. Осылай қосып аламыз да, енді осы жерден қайтадан тоқыманы теріс айналдырып, енді осы жерден жеңнің екінші 4 ілмегін қосып аламыз да, тоқыманы оңға қаратып, осылай тоқи береміз. Тоқып, тура жеңнің бірінші 4 ілмегін қосып аламыз. Осы жерге дейін тоқимыз. Енді осы жерден тоқыманы теріс жағына қаратып, осы 4 ілмек реглан сызығы, одан кейін арқаның бірінші 3 ілмегін қосып тоқимыз. 3 ілмекті қосып аламыз да, осы жерден қайтадан тоқыманы оңға қаратып, жеңнің екінші 4 ілмегін тоқимыз. 4 ілмегін қосып аламыз да, осы жерден қайтадан тоқыманы теріс қаратып, арқаның екінші 3 ілмегін қосып тоқимыз. 3 ілмегін қосамыз да, қайтадан тоқыманы оңға қаратып, қызыл сызық оңға қаратамыз да, соңғы жеңнің 4 ілмегін қосып тоқимыз. 4 ілмегін қосып тоқимыздағы, осы жерден қайтадан тоқыманы теріс айналдырып, нетерін бәрін тоқи береміз. Осылай тоқи береміздағы, жеңнің соңғы 4 ілмегін қосып тоқимыз. Жеңнің соңғы 4 ілмегін қосып тоқимыздағы, осы жерден тоқыманы қайтадан оңға айналдырып, осылай тоқи береміздағы, алдының 4 ілмегін қосып тоқимыз. Енді осы жерден қайтадан тоқыманы теріс айналдырып, екінші алдының 4 ілмегін қосамыз. Одан кейін осы жерден тағы да тоқыманы теріс айналдырып, тоқи береміздағы, алдының екінші 4 ілмегін қосып аламыз. Осы жерден қайтадан тоқыманы теріс айналдырып, алдының екінші 4 ілмегін қосып аламыз, екінші жағын. Енді осы жерден қайтадан оңға қаратып, соңғы 5 ілмекті қосып аламыз. 5 ілмекті қосып аламыз да, тоқыманы теріс айналдырып, қайтадан екінші шеттегі соңғы 5 ілмекті қосып аламыз. 5 ілмекті қосып аламыз да, қайтадан айналдырып, ары қарай планкіден бастап қайтадан тоқи береміз. Барлық ілмектерді тоқимыз ары қарай. Сол кезде тоққан кардиганымыздың арқасы осылай жеңдерде өстіп, алды да ойылып, осылай әдемі тоқылатын болады. Егер де біз бір келкі былай тоқи беретін болсақ, онда ол бізде мойны осындай төртбұрыш болып қалады. Және алды осылай көтеріліп қалады. Арты бұл жерде жеріліп тұратын болады. Осылай тоқымайтын болсақ, бұл жері арқасы, мойны осылай жеріліп тұратын болады. Осы схеманы скриндап алыңыздар. Енді бұл жерде қызылмен сызылған сызықтар оң жағынан тоққанда, ал простой карандашпен сызылған сызықтар теріс жағынан тоқылғанда. Тоқылуы қиын емес, осыны тоқыбасақ, одан кейін ары қарай тоқылуы жеңіл болады. Енді міне мен сіздердің уақыттарыңызды алмас үшін бұл кардиганның жағасын тоқып қойдым. Бір келкі оң жағынан да, теріс жағынан да оң ілмектермен тоқылған. Ұзындығын өлшеп көрсететін болсам, 9 сантиметр тоқыдым. Енді сіздерді өздеріңіз тоқитын размерлеріңізге қарай осы жағаның биіктігін және де ілмектересіздер. Мен осылай барлығын бөліп қойдым.
ілмектерді, міне бұл планканың 5 ілмегі, бұл 2 ілмек, міне четкі ілмектер двойной кромочный, одан кейін 5 ілмек планка, одан кейін міне алдының осы жерге дейінгі міне 13 ілмек, бұл жерде 5 ілмек, одан кейін 4 ілмек және 4 ілмек, одан кейін мына реглан сызығы 2 ілмек, 2 ілмек реглан сызығы, одан кейін жеңі 12 ілмек, 4-тен бөлінген 4 ілмек, одан кейін 4 ілмек, 4 ілмек, одан кейін реглан сызығы, одан кейін арқасын мен 2 рет 3 ілмектен бөлдім. Бұл жерде 3 ілмектен 1 рет 2 рет. Ортасы 10 ілмек, 2, 4, 6, 8, 10 ілмек. Одан кейін 3 ілмек екінші жағынан және 3 ілмек, бұның барлығы арқасындағы 22 ілмек. Одан кейін 2 ілмек реглан сызығы, одан кейін 12 ілмек жең, 3 рет бөлінді 4 ілмектен, 1 рет, 2 рет, 3 рет бөлінді, одан кейін реглан сызығы және алды, осылай тағы 3-ке бөлінді. Енді схемаға қарайтын болсақ, бізден 1 деп тұр. Қызыл сызықпен сызылған 1. Осылай тоқимыздағы бірінші реглан, мына 3 ілмекке дейін тоқып, осы 3 ілмекті қосып аламыз. Енді бастап тоқимыз. Егер сіздер двойной кромочныйды тоқи алмайтын болсаңыздар, онда осы арнада двойной және тройной кромочныйдың тоқылуы деген видео бар. Соны ашып қарасаңыздар болады. Осылай өткізе береміз маркерлерді. Осылай тоқып алдық алдын. Енді мынау 2 ілмек, бұл реглан сызығы. Маркер, енді осы маркердің алдында осылай 1 ілмекті қосып аламыз. 1 ілмекті қосып аламыз да, маркерді өткізіп, мен мына реглан сызығы әдемі боп, узор боп тоқылу үшін 1 ілмектен 3 ілмек тоқимын. 1, 2, 3 ілмек. Енді екінші ілмекті тура осылай тоқимын. Осылай тоқып алдық. Енді 1 ілмекті, енді маркерді өткізіп аламыз да, тағы да 1 ілмекті қосып алып, ары қарай жеңнің 12 ілмегін тоқи береміз. Және маркерлерді осылай өткізіп отырамыз. Осылай өткізіп алдық. Екінші реглан сызығына дейін тоқимыз. Реглан сызығы 2 ілмек. Осы ілмектің алдында тағы да 1 ілмекті қосып аламыз да, маркерімізді өткізіп, тағы да 1 ілмектен 3 ілмек тоқимыз. 1 ілмекті тоқып алып, 2 ілмекті іліп алып, 3 ілмекті тоқып аламыз. 1, 2 және 3. Маркерді өткізіп, тағы да 1 ілмекті қосып аламыз. Маркер сызығын тоқыдық. 1, 2, 3. Осы 3 ілмекті қосып аламыздағы, осы жерден қайтадан теріс айналдырып, тоқыманы теріс айналдырып, 2 деп тұр. Мына жеңнің бірінші 4 ілмегін қосып аламыз. Реглан сызығын тоқимыз, содан 4 ілмекті қосып аламыз.
осылай тоқыманы теріс айналдырып, және бұл жерде тесік қалмас үшін енді біз осылай бір ілмек іліп аламыз. Бұл ілмектің бізге ешқандай ілмек санын көбейтпейді, тек осы екі ілмекті бірге тоқу үшін ғана керек. Енді бұл мен узорсыз тоқимын, біркелкі оң ілмектер, оң жағынан да, теріс жағынан да, сондықтан мына жаңағы қосып алған ілмекті мен оң тоқыдым. Енді маркерді өткізіп аламыз дағы. Мына жаңағы реглан сызығының тоқыған бір ілмектен тоққан үш ілмегімізді біріктіріп, үш ілмектен бір ілмекті теріс тоқимыз. Және екінші осылай теріс тоқыдық, маркерді өткізіп, енді ілмектеріміз осылай оң тоқылады. Бір ілмекті қосып алдық. Енді жеңнің бірінші төрт ілмегін ғана қосып аламыз. Екінші деп тұр. Осылай кішкене ғана тоқылады. Төрт ілмегін қосып аламыз. Бір, екі, үш, төрт. Төрт ілмекті қосып алдық. Енді осы жерден үш қызыл сызық, осы жерден тоқыманы оңға айналдырып, арқаның екінші үш ілмегін қосып аламыз. Бұл тоқыманың оң жағы. Енді маркердің қажет жоқ. Бір ілмекті іліп аламыз дағы. Осы жерден арқаның екінші үш ілмегіне дейін тоқимыз. Бұл реглан. Әрбір оң жақтан тоққан кезде регланның екі ілмегінің алдында және кейін бір ілмектен қосып отырамыз. Және тағы да осы үш ілмектен бір ілмек тоқимыз. Өткізіп алып, маркерді тағы да бір ілмекті қосып аламыз дағы. Енді бұл тоқып атқанымыз жаңағы қосып алған арқаның үш ілмегін тоқыдық. Енді келесі үш ілмекті қосып аламыз. Бұл жаңағы біздің іліп алған ілмегіміз. Енді осы ілмекпен қосып, екі ілмектен бір ілмекті оң тоқимыз. Бір, екі, үш ілмек қосып алдық. Енді бұл маркердің қажеті жоқ. Енді осы жерден тоқыманы теріс айналдырып, төртінші. Осы жерден теріс айналдырып, мына жеңнің екінші төрт ілмегін қосып аламыз. Бір ілмекті іліп алып, тоқыманың теріс жағы іліп алған, қосып алған ілмегіміз реглан сызығына. Енді бұл маркерлердің қажет жоқ деп ойлаймын, өйткені узор қазір көрініп тұрады. Узор тоққан кезде ол реглан сызығы деген сөз. Жаңағы бір ілмектен тоққан үш ілмегімізді осылай теріс тоқимыз, және екінші үш ілмектен тоққан, бір ілмектен тоққан үш ілмегімізді теріс тоқылды. Енді ары қарай оң ілмектермен тоқимыз. Бұл енді жеңі, қосып алған жаңағы іліп алған бос ілмегіміз. Енді осы жандағы ілмекпен қосып, екі ілмектен бір ілмекті тоқып, осы маркерге дейін тоқимыз. Маркерге дейін тоқып алдық. Бұл жеңі. Енді осы жерден қайтадан тоқыманы айналдырып, жеңнің
екінші ілмегін қосып алдық. Екінші төрт ілмекті. Енді бұл тоқыманың оң жағы, міне оң жағынан осылай тоқи береміз дағы. Мына жеңнің, екінші жеңнің бірінші төрт ілмегіне дейін тоқимыз. Бұл реглан сызығы. Енді осылай тағы да бір ілмекті іліп аламыз. Бұл ілмек бізге ортада екі ілмекті қосып тоққан кезде тесік қалмау үшін ғана қолданамыз. Міне реглан сызығы, узор, соның алдында бір ілмекті осылай қосып аламыз дағы. Узорды тоқимыз. Бір ілмектен үш ілмек тоқимыз. Және бір ілмектен үш ілмек. Одан кейін тағы да бір ілмекті қосып аламыз. Осылай енді арқаны бәрін тоқып келеміз де тура осы жерге дейін тоқимыз. Бұл жеңі, бұл реглан сызығының екі ілмегі. Енді осы төрт ілмекті қосып аламыз. Осы жерге дейін тоқимыз. Реглан сызығы осы екі ілмек реглан сызығы. Енді осының алдында бір ілмек қосып аламыз. Маркерді өткізіп, енді бір ілмектен үш ілмек тоқимыз. Екінші ілмекті тура осылай тоқимыз. Маркерді өткізіп алып, енді бір ілмекті қосып алып, міне арқаны тоқып алдық. Арқасы тоқылды. Енді бұл жеңі, осы жеңінің төрт ілмегін қосып аламыз. Бір, екі, үш, төрт. Жең бізде төрт ілмектен үшке бөлінген. Енді осы жерден тоқыманы теріс айналдырып қарайтын болсақ, біз тура осы жерге дейін тоқыдық. Енді міне қара карандашпен сызылған сызық. Осы жерден теріс айналдырамыз дағы. Арқаның алдыңғы мына реглан сызығынан кейінгі үш ілмегін қосып аламыз. Бір ілмекті іліп аламыз дағы. Реглан сызығының узоры бір ілмектен үш ілмек тоққан. Енді осылай теріс үш ілмектен бір ілмек тоқимыз. Және екінші ілмекті тура осылай тоқимыз. Тоқып алдық. Енді маркерлердің қажет жоқ. Мынау жаңа біз қосып алған ілмегіміз. Енді міне қосып маркерге дейін тоқимыз. Бұл арқаның үш ілмегі. Арқаның үш ілмегін қосып алдық. Мынау жаңа қосып алған ілмегіміз және реглан сызығы. Енді осы жерден тоқыманы оңға қаратып, схемаға қарайтын болсақ, оңға қаратып, қызыл сызық. Енді жеңнің екінші төрт ілмегіне дейін тоқимыз. Бір ілмекті іліп аламыз дағы. Осылай тоқи береміз. Бұл тоқыманың оң жағы, оң жағынан бір ілмекті қосып аламыз да, реглан сызығының екі ілмегі, оны узор қылып тоқимыз осылай. Және тағы да бір ілмекті қосып алып, келесі маркерге дейін тоқимыз. Осылай тоқып алдық. Енді екінші төрт ілмекті қосып аламыз. Ол бізде іліп алған бос ілмек. Екі ілмектен бір ілмек тоқып, бір, екі, үш, төрт. Төрт ілмекті қосып алдық. Бұл бізде жеңі. Осылай схемаға қарайтын болсақ,
схемаға қарайтын болсақ, енді бұл тоқыманың теріс жағы мен қосып алдық. Енді теріс жағынан екінші арқаның шүлмегін қосып аламыз. Енді міне тоқымамызды айналдырып, бір ілмекті іліп алып, арқаның шүлмегіне дейін немесе маркерге дейін тоқимыз. Бұл жерде осы қай жерден айналу керек екенін ұмытпасаңыздар болды. Одан кейін келесі маркерге дейін тоқи бересіздер. Регланның 2 ілмегі, одан кейін қосып алған ілмек. Міне біздің бос ілмек. 2 ілмектен 1 ілмек тоқимыз дағы маркерге дейін. 3 ілмекті қосып алдық. Енді маркердің қажеті жоқ. Міне соңғы жеңнің 4 ілмегін қосып алдық. Енді бұл тоқыманың теріс жағы міне қара карандашпен сызылған. Енді жеңнің соңғы 4 ілмегіне дейін тоқимыз. Арқасын түгел тоқимыз дағы жеңнің соңғы 4 ілмегін қосып аламыз. Бұл бірінші жең болса, бұл екінші жең. Сонда біз тура міне осы жерге дейін тоқимыз. Бұл жеңі осы жерге дейін тоқимыз. Қосып алған бос ілмегіміз және соңғы 4 ілмек жеңнің. Бұл біздің реглан сызығынан кейінгі қосып алған 1 ілмегіміз. Оны тоқымаймыз. Осы 4 ілмекті қосып аламыз. 1, 2, 3, 4 ілмек. Бұл қосып алған ілмек. Енді міне схемаға қарайтын болсақ, біз жаңа теріс жағынан тоққанбыз. Енді оң жағынан тоқыдық. Өстіп, соңғы міне 4 ілмекті қосып аламыз. Екінші жеңнің соңғы 4 ілмегін қосып аламыз. Реглан сызығы, бұл жеңі, бұл жерде реглан сызығы, одан кейін алды тоқылады. Жеңнің екінші жағының 4 ілмегін қосып алдық. Қосып алдық. Енді осы жерден теріс айналдырып тоқыманы алдының осы маркерге дейін тоқимыз. 4 ілмегін қосып тоқимыз. Осылай тоқи береміз. Енді бұл жаңағы қосып алған ілмегіміз, осы ілмекпен қосып 2 ілмектен 1 ілмек тоқимыз. Енді бұл маркерлердің қажеті жоқ. Реглан сызығы 3 ілмектен 1 ілмек тоқимыз және 3 ілмектен 1 ілмек тоқимыз. Жаңағы реглан сызығына қосып алған 1 ілмегіміз, енді міне алдының 4 ілмегі. Бұл алды. Осы 4 ілмекті қосып аламыз. Төрт ілмекті қосып алдық. Енді осы жерден тоқыманы оң жағына қаратып, келесі маркерге дейін тоқимыз. Келесі маркер бізде алдының, осы жермен аяқтағанбыз. Алдының 4 ілмегі. Енді ары қарай тоқу жеңіл. Осылай осы 4 ілмекке дейін тоқи береміз.
Мен реглан сызығын тоқып алдым. Енді алдында және кейін бір ілмектен қосып алдым. Енді міне алдының 4 ілмегін қосып аламын. 4 ілмекті қосып алдым. Енді маркерді алып, осы жерден ары қарай бір ілмекті іліп аламыз да, енді тоқыманың теріс жағынан алдының екінші маркеріне дейін тоқимыз. Мына жерге дейін тоқи береміз. Осы жерге дейін тоқимыз да, мына 4 ілмекті тағы да қосып аламыз. Екінші жағының маркерге дейінгі 4 ілмегі, енді осы 4 ілмекті қосып аламыз. Мынау жаңа біз іліп алған бос ілмек. 4 ілмек. Осылай қосып алдық. Соңғы 5 ілмек қана қалды. Бұл алды. Енді тоқыманы оң жағына аударып, алдының келесі маркерге дейін тоқимыз. Осы 4 ілмекті қосып аламыз. Іліп алған ілмегіміз бірінші маркер. 2 ілмектен 1 ілмекті тоқып, ары қарай осы 4 ілмекті қосып аламыз. Қосып алдық. Соңғы 5 ілмек қалды. Енді тоқыманы теріс айналдырып, келесі алдының соңғы 5 ілмегіне дейін тоқимыз. Осы маркерге дейін тоқимыз, теріс айналдырып. Бір ілмекті іліп аламыз да, ары қарай солай тоқи береміз. Іліп алған ілмегіміз және соңғы маркер. Бұл жерде 5 ілмек. Осылай 2 ілмектен 1 ілмек тоқимыз дағы. 1, 2, 3, 4, 5. 5-ке бөлдік. Енді осы жерден кері қайтып, енді бұл тоқыманың оң жағынан соңғы екінші шетіндегі маркерге дейін тоқимыз. Іліп алған ілмегіміз және соңғы маркер. Енді осы жерден қайтадан теріс айналдырып, бұл планканың ілмектерін қалдырамыз дағы. Өстіп тоқи береміз. Бұл тоқыманың енді теріс жағы мынау басына дейін тоқимыз. Расток осылай тоқылды. Жеңі және мойны осылай домалақталып тоқылды. Өте әдемі. Енді ары қарай өз бетімізше тоқимыз. Оң жағынан да, теріс жағынан да оң ілмектермен тоқи береміз дағы. Бұл жерде регланның ұзорын тоқып, одан кейін реглан сызығының алдында және кейін бір-бір ілмектен іліп алып отырамыз. Және мен бұл жаға тік жаға болғандықтан осылай 5 жол немесе 10 қатардан кейін түймелік тоқыдым. Енді қазір міне тура мойнының жанына түймелік тоқимын. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Енді 10 жолдан кейін 11 жол. 11 жолдан кейін тағы да осындай түймелік тоқимын. Енді ары қарай тоқитын размерімізге қарай осы иықтан қолтыққа дейін өлшеп аламыз да, сол биіктікті тоқимыз. Одан кейін қолтық ойығын тоқимыз және ары қарай кардиганды тоқитын боламыз. Енді ары қарай мен сіздерге келесі видеода көрсетемін. Бұл жерде түсінбеген жерлеріңіз болса сұраңыздар. Лайк басып арнаға тіркеліп отырыңыздар. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.